клубникадан банк жауды көрсететін боламын. Видеоны ақырына шейін көріңіз. Жапырағын алып, жуып алатын боламыз. Астына 1 кило шекерімді салдым, үстіне 1 кило шекерімді салдым. Кәкпірдің көмегімен асты үстіне араластырып алатын боламыз. Қатты езіп жіберуге болмайды. 3 сағатта езіліп, суы шығыпты. Газге қоятын боламыз. Осылай қайнайды, асты үстіне араластырып, газден алатын боламыз. Суыған кезде алып, газге қайтадан қоятын боламыз. Дана-дана боп клубникаламыз шығатын болады. Асты үстіне араластырып, сока осындай қып-қызыл боп шығады. Банкымды буылап, крышкасында суға қайнатып алдым 15 минутқа. Осылай қайнаған кезде оттан алып, банкілерімізге құятын боламыз. Көбігі құйғаннан кейін, суғаннан кейін кететін болады. Қараңыздар, дана-дана боп шықты клубникамыз. Варенкасын алып, крышкасымен жауатын боламыз. Закрывашкамен жауатын боламыз. Төңкеріп, жылы жерге жауып қоятын боламыз. Суған кезде осылай қысқа сақтайтын боламыз. Клубникамыз осындай дана-дана боп шығады. Астына құрамын жазып кеттім. Қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыз.